Сәлем достар, бүгінгі видеода осындай бомбонеркалар жасау үшін сіздерге қандай құрал жабдықтар, қандай қағаз керек жайында айтатын боламын. Және қағаздың граммын, плотнысын қалай таңдаймыз. Бірінші бомбонерка жасау үшін сізге фотобумага қажет болады. Фотобумаганың жаңағы өзінің плотныйсы болады. Глянцевый, матовый, бір жағы матовый, бір жағы глянцевый, двухсторонняя глянцевая деген әртүрлі қағаздар бар. Қазір сізге осындай бомбонерка жасау үшін сізге глянцевый керек болады. Глянцевыйды қалай таңдаймыз? Глянцевыйда глосси деп тұрады, міне глянцевый. Матовый керек болса, қасында міне матовый деп тұрады. Қарап алыңыздар. Және мысалы глянцевый деп кетіп қалмай, міне глянцевый екен деп астыңғы жазуларына да мән беру керек. Міне қараңыздар. Дабл сайт деп тұр. Дабл сайт деген екі жағы да глянцевый деген сөз, двухсторонняя глянцевая. Міне, ал сингл сайт деп тұрғанымыз міне бір жағы матовый, бір жағы глянцевый деген сөз. Сол үшін мән беріңіздер. Егер де сингл сайтта стрелочка тұрса, значит ол бір жағы матовый, бір жағы глянцевый деген сөз. Енді қазір плотныйсы жайында айтатын боламыз. Граммы қағаздың плотныйсы жайында. Мысалы 180 граммен әртүрлі бомбонеркаларды жасауға болады, открыткаларды жасауға болады. 190, 200, 210, 220 күшті бомбонеркалар жасауға болады. Ал астыңғы жаңағы 300-330 грамм деген қағаздар ондай бізде бомбонерка жасағанда керек емес. Менің өзім часто қолданатын қағаздарым 180, міне 190, 200, 210, 220, максимум 220-ға дейін қолданамын. Ал егер қазір суретте көрсетілген фантиктар жасағыңыз келсе, осындай обертка для шоколада, ондайға мысалы сізге 115, 120, 128-ге дейін қағаздар алсаңыздар болады, өте күшті келеді фантиктарға. Но не обязательно фантиктарды, мысалы 115 граммды қағазбен жұмысты жасаған плотності мен өзім 180 граммен де жасай беремін. Қағаздың шығарғанда фирмасы маңызды емес. Мысалы, менде міне жаңағы 50 штук глянцевый қағаз менде 1200 теңге тұрады екен. Сол үшін 50 штугі 1200 теңге глянцеваясы. Мысалы, сізде принтер Epson болса, не обязательно сіздің қағазыңыз Epson болғанын или Canon болғанын. Енді қазір бір зат көрсетейін сіздерге. Қараңыздар, қағаз таңдағанда мұқият қарау керек. Мысалы глянцевая, дабл сайт деп тұрады. И граммын мысалы 50 штук, и граммын 180 деп тұр, міне плюсик тұр. Бұлай мен осылай алып кеткен болатым. Үйге келіп қарасам, бұл граммы 180 емес 300 екен. Кейбір магазиндарда осындай 300 граммды қағаздар көп өтпейді, редко өтеді. Сол үшін мұқият қарап алыңыздар қағазды сол магазин ішінен. Немесе сұрастырып, қандай қағаз керек, сол жайында сұрап сатып алыңыздар. Міне мен жаңа айттым ғой, 180 граммдық немен міне осындай фантиктің қағаздарын да жасауға болады. Немесе 115 граммдықпен. Қазір глянцевый қағаз қандай болатынын көрсетем. Міне фотобумага глянцевый деген осындай, екі жағы глянцевый. Міне қазір бомбонерка жасағанда енді қандай құрал жабдықтар сізге керек болады. Ең самый важныйларын айтатын боламын. Принтердан басқа қалғандары барлығы арзан тұрады. Міне осындай қайшы керек болады бізге. Қайшы басы жағы ұзын болса тіпті жақсы, өйткені бомбонеркаңызды бүйтіп қия бермейсіз, бір қия саласыз, болды. Міне осындай жақсы қайшы керек болатын болады сізде. Менде простой қайшы бір 400 теңге солай тұрады примерно. Профессиональный емес. Енді одан кейін сізге осындай беговка жасайтын крючок керек болады. Бұндай крючок примерно 60 теңге тұрады. Любой ала берсеңіз болады. Или немесе жазбайтын ручка. Беговка. Біздің қағазымыз жақсы майысу үшін. Примерно осындай крючок 60 теңге тұрады. Басы үшкір, қағазыңызды кеспейді. Міне примерно осылай қағазыңызды қойып аласыз да, сызғышты ұстап, обязательно сызғышпен осылай линиялар бойынша сызып шығасыз. Обязательно сызғыш мынандай кішкентай болмау керек, ұзын болу керек, примерно 30-25 сантиметрлік сызғыш. Кішкентай сызғыш ыңғайсыз болады жұмыс істегенде. Содан кейін бізге осындай канцелярский нож керек, обязательно канцелярский нож, потому что открытка немесе андай төртбұрышты заттарды не істегенде, қайшымен кескенде линиялары бәрібір қисық болып қалады. Сол кезде осындай канцелярский ножбен кесіп шығасыз, және канцелярский ножбен өте оңай жұмыс жасаған, және линияларыңыз өте әдемі және түзу болып тұрады.
Енді тағы бір обязательно құрал жабдық, ол бізде осындай дырокол қажет болады. Дыроколдың тесіктері қатты үлкен болмау керек, средний кішкентай ғана. Міне осындай менде. Осындай дырокол примерно 450 солай тұрады, обычно магазиндарда сатады. Дыроколдан кейін бізге қажетті ол степлер, осындай степлер бір нәрсені қысып жіберуге өте қажет болады. Осындай маленький степлер алсаңыз болады, өте ыңғайлы, кішкентайы. Және осындай бізге клей қажет болады. Клейдің фирмасы маңызды емес. Главное, үлкен клей алмаңыздар. Үлкен клей алсаңыздар, бомбонерканы, мысалы, бір жерін жабыстыруға кішкене ыңғайсыз болады. Кішкентай клеймен любой бұрышын, шетін жабыстыра салса болады. Сол үшін менде осындай всегда кішкентай клей жүреді. Үлкен размерді емес, кішкентай средний. Клейдан кейін ең қажетті құрал, ол бізде осындай двухсторонний скотч, тонкий двухсторонний скотч. Обязательно алыңыздар, бұл обязательно керек. Осындай тонкийін алыңыздар, үлкенін қажеті жоқ, үлкені ыңғайсыз болады кесіп не істеуге. Осындай тонкиймен любой затты жабыстыра саласыз. Бомбонерканың астын, бомбонерканың шетін жабыстыра беруге болады. Бұмен жабыстырсаңыздар, прям күшті жабысады. Клей сияқты иногда шеті ашылып қалмайды, прям анық, нақты, күшті жабысады. Бұндай бізде 100 теңге тұрады, 100-150 максимум. Сосын сізге стразы керек болады. Именно осындай мен көрсеткен стразы емес, басқа да стразы алсаңыздар болады. Бусинкеніндей, қазір көрсетем. Осындай бусинкалар алсаңыздар да болады осындай. Менде всегда самоклеющий аламын. Самоклеющий ыңғайлы, жабыстырған горячий клеймен біртіндеп жабыстырып отырмайсыздар. Жай ғана бүйтіп жабыстыра саласыз. Самоклеющий бусинкалар тоже өте арзан тұрады бағалары. И және осындай лента керек. Самый ходовой лента ол көк цвет және розовый цветті. Жасыл, қызыл, әртүрлі ленталар алсаңыздар болады. Розовый түсті. Лентаның түр-түрі көп. Өздеріңізге қандай лента ыңғайлы, кішкентай, үлкен ленталардың размерлері де әртүрлі. Өзіңіздің қалаған размерді алсаңыздар болады. Мынандай маленький ленталар примерно 100-150 арасында тұрады. Ал үлкен ленталар, прям ең үлкен ленталар, олар бізде бір 400-450 примерно соның арасында. Бүгінгі видеода самый важный құрал жабдықтар жайында айттым. Міне самый важный құрал жабдықтар олар осы. Қазір енді осындай не жасау үшін сіздерге пакетиктерді қайдан аламыз? Пакетиктерді сіздер өздеріңіз жасамайсыздар. Осындай дайын пакетиктер сатады. Мен Валберестен аламын. Валберест барлық қалаларда бар. Заказ берсеңіздер болады. Валберестен. Менде Валберестен қалай заказ беру жайында менде каналымда видео бар. Содан қарап, примерно өзіңізге керек крафт пакеті ма, сол жайында жазып, өзіңізге заказ берсеңіздер болады. Енді қараңыздар, міне крафт пакет осындай. Мысалы, дайын шаблон болса, сіз дайын шаблоныңызды атын жазып, осылай жазып, жабыстырып, жай ғана дыроколмен төбесін тесіп, лентамен өткізсеңіздер, салмасын клиенттің өзі, немесе сіз өзіңіз, мысалы, чай, несколько конфет салсаңыз болады, өте күшті көрінеді. Бұндай тойбастар өте әдемі көрінеді. Міне мен сам кішкентай размерін алам, размерін қарап алсаңыздар болады, осындай. Ішінде 50 штук 600 теңгеге алдым. Примерно 600-650. Және де бұндай кондитерский магазиндарда да сатады осындай пакетиктер. Немесе кондитерский магазиннан сатып алуға болады. Мен бірақ Валберест программасынан аламын. Ол жерде доставка бесплатный, ештеңке төлемейсіз доставкасына. Любой қалаға доставка бар ол жерде. Және пункт выдачалары өте көп. Сіздің қалаңызда оның пункт выдачы 4-5 пункт выдачы болуы мүмкін. Сол үшін қарап өзіңізге заказ берсеңіздер болады. Енді қазір мен өз принтерім жайында айтатын боламын. Менің принтерім Epson, моделі L486. Бірақ осыдан да қазір күшті жаңа модельдер бар. Соны алғандарыңыз дұрыс. Именно осындай модель емес. Epson принтерлардың ішінде ең жақсысы ол Epson. Сол үшін кішкене моделін жаңалау, сондай модель алсаңыздар болады. Алда әлі көптеген осындай обучающий видеолар болады. Менің видеом ұнаса, лайк басып, каналыма подписаться етіп қойдыңыздар. Всем пока!